Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өзі ерекше, дәмі керемет болып шығатын тағам дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Маған тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ең бірінші біз 1 кг картопты суға қайнатып аламыз. Піскен соң оны ыдысқа салып, қабығын осылайынан ашып аламыз. Барлығын ашып болдық. Енді пюре езгішпен барлығын езіп шығамыз. Маған тарелкада езген ыңғайсыз болған соң, шұңғыл ыдысқа ауыстырып, судан жақсылап езіп, пюремізді толықтай суытып аламыз. Пюре суып жатқан кезде салмасын дайындап аламыз. Табаға сұйық май құйып, оның үстіне 2 орташа ұсақтап туралған пиязды салып, жақсылап араластырып қуырып шығамыз. Содан соң бір үлкен сәбізді үккіштің үлкен жағына өткізіп, пияздың үстінен қосып, жақсылап бірге қуырып аламыз. Қалауларыңызға қарай салмасына саңырауқұлақты да қоссаңыздар болады, дәмі жақсы болып шығады. Пияз бен сәбізіміз жақсылап қуырылды. Енді үстінен 420 грамм тартылған етті қосып, жақсылап араластырып, барлығын қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кішкене ас-көк қоссаңыздар да болады. Мен кептірілген түрін қостым. Барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 1-2 талшық сарымсақ қосамыз. Салмасына ерекше дәм береді. Барлығын араластырып, қуырып алып, газды сөндіреміз де толықтай суытып аламыз. Енді пюреге дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 2,5 ас қасық ұн салып, тағы да араластырып аламыз. Араластырып болдық. Енді котлет жасайтын боламыз. Үлкен ас қасықпен пюрені осылайынан салып, дөңгелектеп, тақтайдың үстіне ұнды жақсылап сеуіп, оны тақтайдың үстіне қойып шығып, барлығын осылайынан ашып арасына салманы салып, котлеттің формасын дайындайтын боламыз. Қолдарыңызға жабысатын болса, қолдарыңызға кішкене ұн батырып алсаңыздар болады. Барлығын жауып болған соң, осылайынан формасын келтіріп аламыз да, тақтайдың бетіне қойып қоямыз. Барлығында дәл солайынан жасап шығамыз. Котлеттеріміздің үстіне де ұнды жақсылап сеуіп шығамыз. Тағы да көрсетейін. Пюрені осылайынан дөңгелектеп аламыз. Тақтайдың үстіне қойып, арасын ашып аламыз. Салмасын бір үлкен қасықпен салмасын салып, бетін жауып, котлеттің формасына келтіреміз. Барлығын жасап болған соң, табамызға май құйып, оны қыздырып аламыз да, содан кейін котлеттерімізді біртіндеп осылайынан салып шығамыз. Котлеттерімізді қызарғанша қуырамыз. Бір беті жақсылап қуырылып болған соң, екінші бетіне айналдырып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Тарелканың үстіне салфетка қойып, котлеттерімізді салып аламыз.
Қалған котлеттерді де барлығын дәл солайынан қуырып аламыз. Міне, тартылған ет қосылған картоп котлеттері дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады. Мерекелік дастарханға қойсаңыздар да болады. Өте керемет тағам, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі де өте керемет болып шығады. Іші барлығы жұп-жұмсақ, қараңыздар міне. Ішінде салмасы бар, сырты пюремен оралған. Өте керемет, әрі дәмді. Видео сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен Лаура. Қош, сау болыңыздар.